Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университетінің инжиниринг және ақпараттық технологиялар факультеті химия технология және экология кафедрасының магистр сеньор лекторы Тұраққазақ Әкеданқызы. Курстың атауы өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару. Төртінші дәрістің тақырыбы қалдықтардың классификациясы және есепке алуы. Қарастыратын сұрақтарымыз: қалдықтарды жіктеу және сұрыптау, есепке алу элементтері. Қалдықтардың классификациясы және есепке алуы экологиялық басқару саласындағы маңызды ұғым. Ол өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды дұрыс бөлуге, олардың мөлшерін бақылауға және қауіпсіз өңдеуге мүмкіндік береді. Қалдықтардың классификациясы, яғни түрлері: өндірістік, тұрмыстық, агрегаттық күйі бойынша және құрамы бойынша болып бөлінеді. Өндірістік қалдықтар: өнеркәсіп, құрылыс, ауыл шаруашылығы, тау-кен өндірісі және тағы басқалар. Тұрмыстық қалдықтар: пластик, қағаз, әйнек, тамақ қалдықтары, текстиль және тағы басқа қалдықтар. Агрегаттық күйі бойынша: қатты қалдықтар, сұйық қалдықтар, газ тәрізді қалдықтар. Құрамы бойынша: органикалық, неорганикалық, аралас болып бөлінеді. Қалдықтарды есепке алу: қалдықтардың пайда болуын, көлемін, қозғалысын және жойылуын тіркеу процесі. Ол экологиялық нормаларды сақтау үшін маңызды. Есепке алудың негізгі мақсаттары: қалдықтардың нақты көлемін анықтау, қоршаған ортаға түсетін жүктемені бағалау, нормативтік талаптарды орындау, экологиялық бақылауды қамтамасыз ету, қалдықтарды азайту жолдарын анықтау. Қалдықтарды дұрыс есепке алмау экологиялық заңнаманы бұзуға, табиғи ортаның ластануына және экономикалық шығындарға әкелуі мүмкін. Есепке алудың негізгі элементтері: қалдықтарды есепке алу бірнеше негізгі элементтерден тұрады. Біріншіден, қалдықтардың атауы және коды. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексіне сәйкес, әр қалдық түрінің өзіндік коды бар. Әр қалдық түрі белгіленген классификатор бойынша кодталады. Бұл есеп жүргізуді стандарттауға мүмкіндік береді. Екіншіден, қауіптілік класы. Зертханалық талдау немесе нормативті құжаттар негізінде анықталады. Қалдықтың экологиялық және санитарлық қауіптілік деңгейін анықталады. Үшіншіден, қалдық мөлшері. Тонналармен, литрлермен немесе текше метрлермен өлшенеді. Бұл көрсеткіштер есепке алудың негізгі сандық элементтері болып табылады. Жылдық баланс жасалады. Төртіншіден, қалдықтың шығу көзі. Қалдықтың қай өндірістік процесте немесе
қызмет түрінде пайда болғаны көрсетіледі. Қай цех, бөлім, кәсіпорын шығаратыны көрсетіледі. Келесі элементі қалдықтарды уақытша сақтау орындары. Қойма, контейнер алаңы, полигондар. Қалдықтың қай жерде және қандай шарттарда сақталатыны көрсетіледі. Қалдықтарды тасымалдау. Лицензияланған операторлар, тасымалдау маршруттары тіркеледі. Жетінші элементі қалдықтарды өңдеу немесе жою әдісі. Қайталама өңдеу, жағу, көму, компостау, қайта пайдалану. Сегізінші элементі электрондық есеп. Қазақстанда қалдықтардың қозғалысы экопортал арқылы электронды түрде жүргізіледі. Қалдықтарды есепке алудың мақсаттары. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ластаушы заттардың шығуын бақылау, қалдықтардың заңсыз төгілуін болдырмау, қайта өңделетін ресурстарды тиімді пайдалану. Мемлекеттік есепке қажетті мәліметтер беру. Қалдықтарды есепке алу құжаттары. Қалдықтарды есепке алу келесі құжаттар арқылы жүргізіледі. Қалдықтар паспорты, қалдықтарды есепке алу журналы, экологиялық есептер, статистикалық есеп формалары. Бұл құжаттар экологиялық бақылау органдарына ұсынылады. Қалдықтарды жіктеу бұл қалдықтардың сандық және сапалық сипаттамалары мен олармен жұмыс істеу тәсілдері туралы ақпаратты жинау және беру жүйесі. Қалдықтар классификациясы қауіптілік деңгейіне, өндіріс саласына, түріне және де басқа да факторларға байланысты. Мысалы, медициналық қалдықтары қауіп қатеріне байланысты 5 сыныпқа бөлінеді. А сыныбы қауіпті емес. Б сыныбы қауіпті. В сыныбы өте қауіпті. Г сыныбы құрамы бойынша өнеркәсіпке жақын қалдықтар. Д сыныбы радиоактивті қалдықтар. Қоқысты сұрыптау. Сіздер бұл қоқысты сұрыптау түрлерімен таныссыздар. Көңіл көтеру алаңдарында немесе торгово-развлекательный алаңдарында бұл қоқыстың түрлерін көргенсіздер. Әйнектер қызыл түсті мусоркада жиналады. Оған бөтелке ыдыстарды салуға болады. Тағам қалдықтары жасыл түсте, жемістер, көкөністер, нан қалдықтары. Пластиктар көк түсте жиналады. Пластик бөтелкелері, ыдыстар. Қағаз сары түсті. Журналдар, газеттер, дәптерлер, кітаптар,
және тағы да басқа қағаз материалдары. Металдар: алюминий, шегелер, темірлер. Темірден жасалған қалдықтардың барлығын осы сұрыптау мөлшеркесінде жиналады. Қалдықтар табиғи шикізатты өңдеу нәтижесінде пайда болатын заттар мен өндірістік жарамсыз шығарындылар. Қалдықтардың барлық түрлерін есептегенде өндірілетін табиғи заттар мен энергияның тек 2% ғана пайдаға асырылады. Қалған 98% әр түрлі қалдықтарға айналады. Табиғи жағдайда қалдық түрлерінің ыдырау уақыты: қаптама қағазы 2 жыл, тоқыма 3 жыл, сілтілі батарейка ондаған жылдар ыдырайды. ПЭТ бөтелкелері 150 жылдап ыдырайды. Полиэтилен пакеттер 200 жылдар ыдырайды. Доңғалақ резеңкесі 500 жылдар ыдырайды. Әйнек заттар мыңдаған жылдар ыдырайды. Пенополистирол бұйымдары мүлдем ыдырамайды. Әлемде жылына адам басына орта есеппен 300-400 килограмм тұрмыстық қалдық шығарылады, бірақ оның 10-15% қайта өңделеді. Қалдықтарды классификациялау олардың түрін, қауіптілігін және өңдеу тәсілін анықтауға көмектеседі. Қалдықтарды есепке алу экологияға зиянды азайтып, өндіріс пен тұрмыста қалдықтарды дұрыс басқаруды қамтамасыз етеді. Қалдықтарды классификациясы және есепке алу қалдықтарды басқару жүйесінің негізгі құрамдас бөлігі. Қалдықтарды дұрыс жіктеу мен есепке алу экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп қана қоймай, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа да әсер етеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.